Алматы қаласында жалға берілетін пәтерлердің бағасы пиздес өсіп кеткен. Іс сапарға келіп пәтер таппай 2 күн бойы көлікке қонған біздің түсірілім топ ну его нахуй деп елге қайтқалы отыр. Пиздец болғанда айтпаңа. Мен мынадай мысықтікіндей квартирада отырамын. Қатыным, енем үшеуміз бір кроватьта жатамыз. Алматыда 526 мың квартира бар. Бірақ кімнен сұрасаң да бәрі снимать етіп тұрып жатыр. Мен хуй ететін, сонда ол квартираның бәрі кімдікі, если бәрі снимать етіп тұрып жатса? Забал. Квартираның бағасын түсіріңдер. Ақша деп өлдіңдер ма? Елді халықты ойласаңдар шамалы. Студентпін. Бір бөлмелі квартирада тұрамыз, 15 шақты студент 20 мыңнан жинап, кім стипендиядан құлайды, соны шығарып жібереміз квартирадан. Бір жағынан жақсы болды, сабақты беріліп оқып жүрміз. Отырып или тұрып ұйықтайтынымыз болмаса, жатсақ симай қаламыз, барлығымыз. Бірақ в целом нормально. Қайтеміз енді басқа. Алло. Здравствуйте, однушку сдадите за 200? Чего? Да иди ты нахуй. Міне, осылайша пәтер іздеген қарапайым халықтың ізденістен әбден зайбалы шыққан. Алдағы уақыттарда жалға берілетін пәтерлердің бағасы түседі ма, жоқ па, хуй его знает. Жалдаубек Пәтерұлы, Светлана Квартирантова, ПТК арнасы, Алматы.